Шырмалған тағдыр 7-8 бөлім. Бүгінгі бөлімі өте қызық эпизодқа толы болады. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Мәжит және осы іс-шараға келеді, яғни өзінің қобдишасын сатуға келеді. Бірақ бұл жерде әдеттегідей байлардың аукцион еді. Ал мына Ахметтің бұрынғы ғашығын көріп қалады. Және де осы аукционда Ахмет пен Жихангер екеуі орнымды басады деп Қазым айтады деп барлығы өткен. Алайда Қазым ештеңе де айтпады. Тағы да осы тойдың ішінде Қазымның есерсоқ қарындасы бар еді ғой. Ол жігіті екеуі осылай от қояды, әдейі барлық ұйымдастырады. Содан кейін түтіннің арасында қалған Қазымды құтқарамын деген Мәжит өзі де сол түтіннің арасында қалып қояды. Осы кезде Қазым ол қызды құтқарып және түтіннің арасынан алып шығады. Ол есін білмей тұрған кезде Қазымның құтқарғанын біледі. Көк түтіннің арасынан екеуі ғана жарқ етіп шығады. Осыдан кейін өзін құтқарған Қазым екенін біліп, оған алғысын айтады. Ахмет Мәжиттің осы аукционға келгенін енді ғана біледі. Сен мұнда не істеп жүрсің дейді. Содан кейін қызғаныштан іші өртеніп, ол Мәжиттің үйін аңдиды, қойып қойған камера. Осы кезде қобдишасын ұмытып кеткенін еске салып, Қазым әкеп береді. Ахмет жынданып кетеді, сайды. Ол еркектің тек аяғын ғана көрген болатын. Қандай еркек келді деп. Осы кезде рахметін айту үшін абайсызда құшақтап құшағына алады Қазымды. Қазым да оны кетар емес, осылайша екеуінің махаббаттары осы кезде жанады, бірақ білдіртпейді. Барлығы үшін рахмет. Не үшін құшақтағанымды өзім де білмеймін, бірақ сенің бойыңда бір ерекше қабілет бар, мен оны ауруы бар, мен оны емдей аламын деп бұл жерде Мәжит айтады. Ахмет болса жүгіріп, ол үйге қандай еркек келгенін білу үшін асығып жүгіріп келеді де, және ресепшннен мына еркек кім? Ол менің сүйген қызыма кім келді дейді. Қазымның әйелі ол ойланып жатыр. Ол әлі де өзінің сыртынан журналист аңдып жүргенін біледі. Осыдан кейін ол звондап, Ахмет анадағы көмегің үшін деп, міндетті түрде көмегін рахметін айту үшін кір машинада кірлерін жууға келген Мәжитке звондайды. Сен маған көп көмектестің дейді. Өйткені Нинаға Мәжит көмектесіп ауруын емдеуге біраз тырысқаны алдыңғы бөлімде көрсетілген. Қатты қорқады, өйткені өлген адам үстіне құлағаны әлі есінен кетпейді. Қазымның ауруы екенін дәрігер ғана біледі, және не үшін қорқасын деген секілді сөйлесіп жатыр. Ал мұнда Мәжиттің сыртынан аңдып жүрген журналист оған кездейсоқ танысып, Нинаның араласатынын біледі Нинамен. Өйткені Нина кезінде адам өлтірген, тоже оның қасында бір қызды өлтірген секілді. Сол үшін де Мәжитке жақындады. Мәжиттің Сара құрбысы бар. Сара досына Мәжитте мені Қазым тартып жүр, олардың емдеуге менің күшім жетеді, неге екенін білмеймін дейді. Осы кезде Ахмет анасымен сөйлесіп отыр. Анасы болса ұлын алдап, мен саған Мәжиттен алып беремін дейді. Сара мен Мәжитте бір үйге келіп, әйелді емдеп жатыр. Оған мұқият қарап отыр. Осы кезде ол әйелдің күйеуі сұрақ қойып жатыр. Ал Мәжитте болса, сіз алаңдамаңыз, сіздің махаббатыңыз әйеліңізді құтқарады дейді. Ал мұнда Жихангер алғаны кірпі туралы арқаны беріп жатыр, және маған Қазымның көңілдесін тауып береді. Кешегі өртті қойған қызы екенін білген анасы оны сұрақтың астына алып жатыр. Осы кезде Ахметтің бұрынғы ғашығына күйеуі сөйлеп жатыр. Сенің әлде Ахметте көңілің бар дейді. Ал қыз болса, иә, менің көңілім бар, ол бойдақ, әлде менің мүмкіндігім бар, сондықтан да алаңдамай жұдырмақша салып жүр дейді. Жихангер болса, сен мені ағамнан құтқар, ағамның көзін құртатын маған айғақты бер, мен сол кезде оның қандай қызбен жүріп жүргенін дәлелдеп беремін деп не-нейді асқарды. Ал мұнда кафедегі жігітпен кездесуге барғысы келіп жатыр, өйткені Ахметті өзінен алыстату мақсатында. Ол киноға барайық дейді, сол ұсынысты қабылдады. Бірақ осы кезде оған Ахмет келіп, мен саған үйленемін, сені анам шақырып жатыр, біздің әулетімізге келейік, жоқ деп бас тартады. Мен сенің әулетіңнен екінші кәрі аяқ баспаймын, менің намысым бар, сенің әулетіңе жоламаймын деп Мәжитте бірден айтып тастады. Десе де Ахмет қоярда қоймай үйіне келуге көндірді. Ал мұнда Мәжитенің анасын ақшамен баурап алған күйеу баласы Ахмет және Қандан барлығы Ахметті жақсы көріп кетті, өйткені оның ақшасы көп. Ол әр уақытта барлық ақшаны төлеп жүрді.
шырмалған тағдырдың киносы өте қызықты, сондықтан да жазылып тіркеліп алыңыздар. мен сіздерге әдеттегідей барлық сериясын баяндап беремін.